қызық деп ойлаймын. Жаңа, өзіме қызық. Ол IT сферасы. IT дегенде IT с помощью ИИ дейді ғой. Искусственный интеллект немесе там чат GPT. Көп қой ондай, короче. Вот соның көмегімен қалай IT бұл кетеді ғой жақта, просто контент, өзіме чисто IT ұнайды. Потому что мен даже, допустим, Каспиді алатын болсақ, мен қазір өзіме бір приложение создавать еттім. Соны Марванның қай жерін келем деп. Сонымен қазір өзімді кішігірім мындай вайп кодинг дейді ғой, сөйтіп айтсам болады. Енді бастама жаман емес. Бір-екі айтишникті сұрадым, қалай деп, көп приложение көрсеттім, өзім мақтап жатыр. Значит, болашағы бар екен. Потом өзіме қызықты. Мысалы, бизнесте көптеген процесстер бар. Оның ішінде біреуге ақша төлеп аласың, ол процесстерді. Не өзің создавать етесің. Кейбірде даже саған нақты керек нәрсе жұртта болмауы мүмкін, рынокта ол приложение болмау мүмкін. Соны сен өзің құрастырсаң болады да. Оңай емес, қиын емес. Искусственный интеллект ол жаңағы мықты көмектеседі. Сосын да кейін бір кішігірім видео саламын, жаңағыда мен бірінші приложениемді, ол приложение көрсетсем сияқты, қалай. Сол туралы айтсам болады, мен өзім үйреніп жүрмін, әлі үйренетін өте көп, әлі пока басындамын әлі. Бірақ ойлаймын, болашақта үйренемін, потому что ол рынок это требует дейді ғой, потому что оны үйренбесем мен қалып қоямын да, әдемі басқалардан қалып қоямын. Сол үшін амал жоқ, үйренемін. Потому что заманның талабы сондай. Оны үйренбеген, баспен жұмыс істемесең, қолмен жұмыс істейсің деген сияқты, сол сияқты үйрену керек енді. А так қалып қоямыз. Сол аслын пока мен более-менее түсінетін үш тема. Мысалы, Каспий актуальный тема көбісіне, Қытай десе актуальный тема көбісіне, искусственный интеллект актуальный тема, да? Вот үш актуальный темада пока что мен барлығын айта алмағанмен енді бір-екі нәрсе айтуға болады енді, который өзім өткен, потому что бәрі менен де мықтылар көп, маған жетпегендер де бар деп ойлаймын енді. Солар тыңдайды да, значит. Сол осы үш темада примерно мен осы мен жүргізуге тырысам, әрине өзім үшін. Пайдалы болса, может, көресіңдер енді.